Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін жұмыртқасыз супер шоколадный пирог жасаймын. Ол үшін бір ыдыста ыңғай құрғақ заттарды араластырып аламын. Онда елегіштен өткіземін. Енді оған какаоны қосамын да тоже елегіштен өткіземін. Енді бір шымшым тұз саламын. Және бір шай қасық ас сосын саламын. Бәрін араластырамын. Құрғақ ингредиенттерді араластырып болдым. Сторына ала тұрамын. Енді екінші ыдысымызға май қоямын. Қант саламын. Су қоямын. Бір шай қасығы растворимый кофе саламын. Және ванилин саламын да енді миксермен көпіртемін. Қантымыз еріді, оған көп уақыт кете қойған жоқ. Енді осы сұйық массамызды құрғақ қоспамызға құямыз. Және қайтадан миксермен араластырамыз. Сонымен миксермен араластырып жатырмын. Жалпы жай венчикпен қасықпен де араластырса болатын сияқты. Тек қана сұйық массамызды араластырғанда қантын еріген тоссақ болды. Осылай өстіп араластырасыздар. Духовкамызды 180 градусқа қосып қойдым қыздырып. Енді қамырды дайындап алған формаға қоямыз. Астына пергаментный бумага салдым, жан-жағын майлап қойдым. Тестаны құйдым, енді бетін тегістен жаямын. Тегістеп болдым. Тегістелу үшін сағат тілмен айналдырып жерге болады, немесе кішкене соғып жерге болады. Енді 180 градуста қысып тұрған духовкаға 35-40 минутқа қоямыз. Пысқан-пыспағанын зубочисткамен тексереміз. Ол құрғақ болса, ендеше тортымыз, пирогымыз дайын. Шоколадный пирог 40 минут пісті. Енді суды қоямыз. Жарты сағат мөлшерінде. Қажет болса, шоколадный глазурь дайындауға болады. Үстіне шоколадный глазурь жасаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа какао ұнтағын, ең жақсы сапалы какао ұнтағын елегіштен өткізіп алдым. Енді оған қантты саламын. Екеуін жақсылап тұрып араластырамын. Ваниль ұнтағын саламыз. Немесе бір пачка ванильный сахар. Жақсылап араластырып аламын. Енді бізге 8 қасық сүт керек. Соның жартысы, яғни 4 ас қасығын құйып, тағы да күштілеп араластырамыз. 120 мл сүт дайындап алдым. Енді соның жартысын да құямын. Араластырдым. Енді қалған сүтті құямын. Тағы да күштілеп араластырамын. Глазурьді енді мынандай кішкентай оттың үстіне қоямыз. Қайнағанға дейін араластырып тұрып пісіреміз. Глазурьіміз енді қайнайын деп келеді. Қайнайын деп келеді. Енді отты өшіреміз. Енді оған дайындап қойған сармайымызды саламыз. Енді міндетті түрде бір шай қасық коньяк құямыз. Енді мұқият араластырамыз. Шоколадный глазурь сонымен дайын. Өсіп азап салқындатып қоямыз. Содан кейін торттың бетіне құямыз. Тортты формадан босатамыз. Пышақпен жүріп өтеміз керек болса. Өзін ашып сатамыз.
оп-оңай алынады. Мынандай болды. Бет жағы теп-тегіс. Глазур болса салқындады. Мынау сұйық глазур. Осындай бисквитка именно осындай сұйықтық жарайды. Себебі жақсылап пропитываться етсін деп ойлаймын. Сондықтан енді ішіне құямын. Сонымен глазурды құйдым. Шамадан тыс асып қойып жібердім. Қою глазур керек болатын болса, сметана, какао, қант және май төртеуінен жасауға болады. Шыдамай кесіп көргім келеді. Пирогымыздың іші әлі ыстықта, сонда да жеп көргім келіп тұр. Керемет екен. Маған ұнады. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.